Детальны жасайтын затыңды көрсету. Сататын затыңды көрсету. Услугаңды, курсыңды көрсету. Детально, детально. Бүге шүгесіне дейін. Давайте примерге келіп. Так, қай примерден бастасақ? Давайте мынадан бастайық. Кірпігіне не істеу? Неше штук қойды, білмеймін, 5-6 ал. Короче, мына ухачистканы қойып, кірпігіне қанша штук ұстайтынын көрсетті. Это тоже динамичный начало болып саналады. Кешегі сабақта айттым ғой. Движениеден бастап жатыр да. Енді бұл детализация. Детально мына бір тушын, қайратын тушын, қайратын зат па, туш па. Бір аппарат бар, соны көрсек. Соны сатайын деп жатыр негізі. Енді соны қалай қолдану керек, соны айтып жатыр. Бірінші кірпігіңді сүртіп аласың, демакияж жасап. Содан кейін кірпігіңді қайырасың. Тақап қайырсаң, мынандай квадратный болып тұрады. Тақамай қайырасың. Шетінен қайырасың дейді, мынандай жеңіл. Тақап қайырғанда бүйтіп тұрады, тақамай қайырғанда бүйтіп овальный болып тұрады деп сөйлейді. Сосын дейді, содан кейін туш жағасың дейді. Мынандай туш. Міне жаққан кезде мындай ол көрінеді, даже жағған көрсеткен. Сосын бүйтіп бояғанда біткен движениемен бояйсың, біткен движениемен. Сосын ол көтереді сол движение дейді. Көрдің ғой, дейді, міне. Мына жерде бүйтіп комочкалар қалмайды. Бәрі бүйтіп таралынады дейді. Щеткасы сондай дейді, таралып тұратын щетка дейді. Міне мына тушты да көріп, мына туштың щеткасы мынадай дейді. Енді соның ұш жағын бүйтіп бояйсың дейді. Бүйтіп бояйсың дейді, детально көрсетіп жатыр. Мына басындағы начальный затты не істейсің дейді, қосып істейсің, сонда эффект пучков, что ли, что-то такое будет. И вот эта кисточка, вот, аппаратная кисточка, говорит. Осыны алып қайырсаң, что қылып идеально тарап қайырып береді дейді. Міне көрдіңіз ба, мына көзбен мына көзді салыстырайық. Сонда мына аппаратпен бояған бүйтіп тараған не зат күшті болады. В целом она детально айтып берді да, просто каждый движениесіне аузынан шыққан сөздері былай қарасаң элементарный сөздер айтып жатыр да. Ананы аласың, көтересің, ұстайсың, ашасың, жабасың, тағасың, жағасың, сүртесің, быландай движениемен. Былай ничего особенно айтып жатқан жоқ, но неге қытайлықтар деп тез сөйлейді? Потому что ол детально айтады. Каждый есікті ашасың, есік, понятное дело, ашылатын, ол ашылмаса қалай есік, не үшін ашады? Есікті ашасың. Есік ашылу керек. Сонда элементарный заттарды да айтады да. Давайте, көзді де жағасың, былай жағасың, бүйтесің, тарайсың, мынаның щеткасы андай деп сізге жаңағыдай детально түсіндіріп берді. Кеттік, мына примерді қарайық. Бұл жерде пижамдардың разновидностін көрсетіп жатыр. Мына жерде айтатын, дышащий пижам дейді, рахат дейді. Үйде де осымен жүре бересің, іші кең тұрады, мынандай цвет расцветкілері бар. Не дейді тағы? Мына жері овальный, шовтары идеально, қолында резинкілері бар, міне беліңді қыспайды дейді. Қолың қатты ашылмайды, түнде тоңбайсың. Үйге де киюге болады, уборкаға, как домашняя одежда ретінде де киюге болады, пижам қылып та киюге болады дейді. Міне расцветкілері бар дейді. Не дейді? Жеңіл, ысламайсың, воздухды. То есть детально айтып жатыр да, мына жерде тағатыны бар, бауы бар, не мынандай расцветкілері освежать етіп тұрады, мынандай осындай болып тұрасың. В общем, сөзді көбейтіп айтады да, детально да, каждый, алдында да айттым ғой, нүкте шегесінен бәріне дейін айтады. Көбелекпен мынандай, гүлмен анадай, мынау мындай возрастқа келеді, мынау мындай қыздарға келеді, мынау мындай қыздарға келеді деп. Мындай акция, осыны үшеуін алсаң осындай болады. Короче, детально айтып берді, иә, түсіндік қой, иә, бәрін. И давайте мен сіздерге орысша версиясын қояйын. Енді жоқ, мына бірінші шайды көрсетейін. Қараңыз, шай.
Birinchi shayni ko'rsatyapti упаковкасын. Ол shayni chiqarish uchun не isteydi deydi da, 1040 odam еңбек etadi. 1040 odam еңбек etadi, поляға барады, оны осылай кептіреді, осылай тереді, өсітеді, осындай неден бірдеңеден өткізеді жаңағы. Дезинфекция бірдеңе, вращение. Каждый мелочь. То есть ол шайды қалай жасалғанын айтып берді. Просто шай емес, а действительно шайдың историясын. Егер де сізде де действительностен давайте на курс сататын қылды Пару көрсетейін. лет назад делом всей моей жизни никто не интересовался. А сейчас это одна из самых востребованных профессий. Только из моей школы выпустилось больше 1000 человек, которые мыслят так же, как я, занимаются тем же и поднимают качество контента по всему миру. Кстати, я про монтаж. Меня зовут Женя, мне 21, и так получилось, что ролики, которые мы монтировали для Viva La Vika, стали набирать миллионы просмотров. В моем портфолио клиенты мечты. Катя Адушкина, Полина Зиновьева, видео с участием Кати Клэп, Саши Спилберг и так далее. И я на 100% уверена, что монтаж – это неотъемлемая часть сегодняшнего мира. Чем больше становится контента, тем важнее эта профессия. Монтаж бывает разным. Анимационный, коллажный, клиповый, кинематографичный. Но монтажер часто остается в тени. Как будто и не важно, кто и как собрал ролик. Но это важнейшая часть продакшена. Можно снять классное видео, а смонтировать его хреново. И все труды коту под хвост. А можно наоборот, превратить посредственный ролик в искусство, благодаря монтажу. Профессия совмещает и диджеинг, и дизайн, и режиссуру, и колористику. Никогда не могла выбрать, чем одним заниматься в жизни. И совместила все, что люблю, в одной профессии. А если тебе тоже интересно разобраться в монтаже, оставляй заявку по ссылке в шапке профиля Contention School. Третий поток совсем скоро. Детально айтты ғой. Курстың ішінде не болады, қалай үйренесің, оны клиенттері кім, жаңағы кімдермен жұмыс жасады, қандай охват алды, қанша продажа болды, ерекшелігі неде курсының. То есть адам детально айтып бергеннен кейін понятно, за что деньги платят. Түсінікті, иә? Түсінікті. Сондықтан сіздер даже курс, услуга, товар сатқан кезде, жаңағы өнім, жаңағы қолөнерлерін сатқан кезде детально қалай тігесіз, барлығын айтып беретін болсаңыздар, сізде без разговора, без обсуждения сізге прям спокойно алатын болады адамдар. Короче, наращивание ресницаға бардым. Көзім кірпіктер жазып, кірпіктерім шықпады дейді. Мен кірпіктерім астыға қарай өседі. Беспонтовый дейді. Бәрі түсіп қалды. Сосын мен мастерға барып, мынаны көрсеттім. Мастер маған осыны жасап бер деп айттым. Вот мынандай эффект хотела, лисий эффекті ма қалай? Пучками. Осылай істеп берді. Міне отырып подбирать етті. Каждый мені бисмилля деп жатып жатыр. Енді маған осы қаланы жасап беретін шығар деп ниетпен соны жасап жатқанын көрсетіп жатыр. То есть бұл да то же самое услуга. Бұл да нативно сатып жатыр, но детально мына клиенттің атымен қалай барып келіп, қандай эффект алып жатқан. Чем нежели бизнес істеген мастердің айтқанынан гөрі клиенттің өзінің болімен айтып келді да, и проблемасын қалай мына мастер по этому қалай шешіп бергенін көрсетті. Понимаете? Что көп істеп береді. Ең соңында довольны болып кетеді. Енді қараңыздар. Детально деген сөз. Мен сіздерге бір пример келтіріп кетейін. Былай текстовом варианте сіздерге түсіндіріп кетейін тағы да, чтобы түсінікті болу үшін. В каждом продуктовом магазине можно купить стандартные кондитерские изделия, а ведь это день рождения, хочется чего-то особенного, необычного. Сразу айтып жатыр да, любой кондитерский магазине обычный торт сатып алуға болады. Стандартный, чайный торт дейді ғой, чайный тортқа бәрін алады, выпивай, молочная девочка, это у всех есть. Но дейді, а ведь на день рождения хочется чего-то особенного, необычного. Туған күнге бір реально действительно особенный, необычный, ерекше, өзгеше торт прям алғым келеді дейді да. Эта задача отлично справляются торты, которые пекут на заказ специально для вас. Современное кондитерское искусство позволяет сделать практически любой дизайн торта. Надпись кремом, который поймут только именинники и его близкие друзья. Любое фото впечатление на вафлях, фигурки, на мастике, портретными сходством, футбольные ворота, сказочные замки, все может быть реализовано. Қараңыздар, айтатын енді именно именинник адам туған күніне, конечно, хочется
андай арнайы тортто пісірген, арнайы тортто мен біздің дейді эми біздің кондитерлердің қолынан келмейтін жоқ. Футбольный поле керек болса, ворота керек болса, сказка керек болса, любой сложность дизайн жасап бере аламыз деп айтып тұр. Домашним кондитером выгодно работать на качество, а тому же они не нуждаются в том, что добавлять бисквиты, крем, консерванты, поэтому они используют при приготовлении свежие яйца, сливки, масло, минимальное количество загустителей и пекарского порошка. Қараңыз, домашний кондитерлер деп андай искусственный не очень качестводағы зат қоспаларды қоспайды дейді. Өйткені олар деген на качествоға жұмыс жасайды, свежий заттардың, свежий тамақтарды, свежий продуктыларды салат, яйца, сливки, масло деген сияқты бәрі свежий, домашний. Оларға невыгодно, потому что олар дейді өзінің атына жұмыс жасайды, сондықтан все натурально, все свежий. Гарантия свежести. На коробке промышленном тату указывает дата изготовления, срок годности, который может достичь. Даже мынаған дейін айтып тұр ғой, гарантия свежести деп айта жаза салуға болады. Просто гарантия берем свежести. Жоқ деп, мына жерде дәлелдеп тұр. Мына обычный заводской торттардың сыртында дейді, сыртында дата изготовления дайындаған күні жазылып тұрады дейді. Ал домашний торттың бізге заказ берген дейді, ол біз бүгін заказ бересің, ертең дайындап береміз. 2-3 күндік, то есть оның уже настолько свежий екен, действительно. А сен ана магазинский тортты алған кезде сен білмейсің да, қай уақытта дайындалып, неше күн өтіп кеткенін. Даже срок жазылса да, там 1 апта, 2 апта, там 1 ай жазылса да, сен точно білмейсің қай күнде жасалғанын. А бізде бір прям бүгін заказ берді, ертең жасалды деген сияқты келтіріп тұр. Көрдіңіз ба қалай? Ол не деген сөз? Ол просто торт свежий деп айта салуға болатын. Свежий дегеннің орнына осыншама сөз айтты да. Понимаете, насколько осылай элементарный заттар ғой, элементарный. Соны көбісі айтпайды да, свежий торт кеше дайындай, дизайнды жасап бере алам, любой дейді. Болды. Жоқ, сен айтшы, дизайн жасау үшін мен осыны тамай мектепте оқыдым, осыншама жылымды құрттым. Осы фигуркаларды жасау үшін 5 мастер-классқа бардым. Бұл деген ең қиын фигурка болып саналады. Поэтому мен қазір смело айта алам, 1 жылда осыншама мастер-класс, осыншама обучениені өтіп, осындай 1040 тортты пісіргеннен кейін мен көзді жұмып профессионально, качественно, еще классный ингредиенттермен бүткіл свежий деген жұмыртқамның өзін әкеп беретін адамның ауылының үйінің сертификатын бәрін мен білем. Кімнен қайдан алып жатырғанын, сондықтан сенем. Элементарный даже жұмыртқаға дейін, майыңа дейін, алатын сырыңа дейін, қаяқтан келетін, кімне заказ беретін, элементарно айтып берсең, прям маркасын, телефонын бермесең де, адамдар саған с удовольствием. Детализация сонда бізге не береді? Детализация өнімнің құндылығын көрсетеді, қамқорлық, забота жасайды сізге, күмәнді тудыру, басқаларды дұрыс жасайтын туралы айтып береді. Кстати, басқалар осы туралы пример айтамын, баста бейне қалыптасады. То есть сен айтып жатқан кезде әңгімеңде адамда логичный цепочка қалыптасады да. Классно деп андай осындай реакция болады. Детализация деген ол сен действительно жасап жатырған ісіңнің, продуктыңның, услугаңның, курсыңның, товарыңның күшті білетіндігін көрсетеді. Сен соның қанат өзіңнің сатып атқан затыңның құндылығын ашып айтқан кезде настолько өзің сатып алғың келіп кететіндей дәреже болу керек қой. Мамаңа, папаңа, жақындарыңа айтқан кезде, ана тыңдаған кезде аузының суы құрып, маған да берші, мен де алайыншы дейтін болса, значит, сен дұрыстап тұрып, детально айтып бердің деген сөз. А детально деген сөз ол сен заботамен, қамқорлықпен істегеніңді көрсеттің, айттың. То есть ты заботишься о своем клиенте. Даже просто бутылка сатсаң да, қамқорлықпен бұл бутылканы мен әдемі осындай дизайн, қыздар фитнес-залға ұстағанда удобно болсын, цветі модный болсын, именно осы персиковый цветті заказ бердім. Ұстайтын ручкасының өзі гелевый, удобно, созылады, качествосы на долгий срок, жоқ дегенде 5 жыл отслужит, осыншама ауыз су, 1 литр суды көтереді. Каждый деталь заботамен айтып жатсаң, адам сезінеді да, что сен действительно өзіңнің товарыңды дәрежет ететінін сезінеді. Күмәнді тудыру. Енді күмән тудыру, например, былай жаңа айтты ғой тортта.
Сен білмейсің, изготовление даты жазыла береді, любой наклейканы жабыстыра саласың. Ол өтірік болуы мүмкін, срокы там. Кеше шыққан жоқ, 2-7 бұрын тұрып қалған торттың наклейкасын алып тастап, ана жерге наклейка жаздырып салуы мүмкін да, деп айтасың сен. А бізде жоқ. Бізде бүгін заказ бердім. Не, өзің дизайнмен. Ертең дайын болады. Свежести гарантия. То есть сен ойланып қаласың да, так, я действительно, олар уже может наклейку поменять. Ой, одан да мен мыналардан алайын дейсің. Понимаете? Команда тудыру деген не? Команда тудыру деген тағы қандай бар? Анау не бар ғой, мен просто придумываю, да, что менің лично басымда команда тудыратын зыттарым деп айтайыншы. Ана торттың салатын ыдысы бар ғой, торт қағаз саласын айтайын. Ыдысы бар ғой. Соны былай қарасаң, ол заводтан шығарылады ғой. Оны ешкім сүртпейді ғой. Или сүрте ма? Қалай ойлайсың? Но вот менде сомнение бар, ол сүрте ма ол аяқтағы заводтан ана пластиковый торт салып астап өстіп. Оны отдельно сатып алады ғой, торт сататын қыздар. Сатып алады да, тортына қоя қояды, ананы жаба қояды. Ол. Менде вопрос. А оны сүрте ма? И вот, ана торт сататын адам айтса, даже мына сыртындағы упаковка қаңылтырын мен досконально влажныймен сүртем, потом сухоймен сүртіп, прям идеально қыламын, сүртем. Өйткені мен заводтан келетінін білемін, заводтан келгесін ол бетінде шаң тұруы мүмкін. Ол завод, заводта производится пластиковый завод. А вдруг там пластиктың кірген ұшқан шаңы да көзге көрінбейді, какой-то химический не түсіп кетсе. А ол может отравиться же. Поэтому мен уайымдаймын өзім клиенттерім, чтобы сондай случай болмаған үшін даже мен сыртындағы жаңағы пластиковый упаковкасын сүртем десе, не істейді? Мен сияқты клиенттер билейді. Сонда бәрі сүртпей сатады ғой. Мен мынау сондай сүртіп сатады. Қой, лучше мен мынадан алайын. Осылай да команда тудыруға болады адамдарға, түсінікті ма? То есть элементарный заттар ғой негізі. Элементарный заттар. Мүмкін біреулер сүртіп сала ма, сүртіп салмай ма? Непонятно. Сол непонятный затты сен бүйтіп шықып айтсаң, адамдар ойланып қалады да, и вариант болмайды да даже оларда басқалардан алуға. Понимаете? Это мощная фишка, қыздар. Бұны бір отдельно не қылып алуға болады. Видеоның түрі қылып, бірақ мен олай істемеймін, осы жерде бола берсін. И баста бейнені қалыптастырады. Образ. Бейне деген былай. Например, химчисткаға ковер бердіңіз. Химчисткаға ковер берген кезде сіз айтасыз, химчисткаға берген кезде у вас будет ковры чистый, тап-таза қылып қайтарамыз дейді. Жоқ, сен оның орнына былай айтуыңа болады. Бірінші мынандай этаптамыз. Сізден үйден келіп алып кетеміз. Коверларыңызды санап, ішке келгеннен кейін біз специальный отборкадан өткізіп, жаңағы бірдеңе химияны себеміз. Ол химия мына сіздің жаңағы коверіңіздің ворс бар, ол ворс, ана қымбат ковер болуы мүмкін, арзан болуы мүмкін, неважно, но ворс ана жүндері жылынып или желініп қалуы мүмкін. Бір химия қойсаң, жүн мынандай пушистый болып тұрған, химия қойған кезде жақсы түсіп қалуы мүмкін да, ана желін химияны. Жоқ, сен айтасың, жоқ, сол химияны қиған кезде ол желмейтін химия ворс қалай пушистый болып тұр, одан самайын ол пушистый болып, наоборот, ашылады деп айтады. Сол химияны құйып, осыншама минутқа қойып қоямыз, содан кейін специальный техника, яғни арнайы Германиядан алып келген жуатын техникамызды жуамыз, арнайы күшті средство, немецкое средство, мне гарантиясы бар, мындай сертификаттаған гарантиясы бар, сол гарантиясы бар средствомен сіздің креміңізді жуамыз. Жуғаннан кейін бірінші этап анау, короче, бірдеңе болады, буландырамыз, сосын кептіреміз, сосын. В общем, каждое действие, что происходит этим коврем, соны айтып берсеңіздер, торт сияқты да, что происходит во время торт жасаған кезде, көрпе тіккен кезде, қандай детальный действие жасайсыз да? Қытайға заказ бергенде, сіз байер болсаңыз,
қалай байлықпыз? Ақтарасыз, барасыз, заказ жинайсыз, қалай сөйлесесіз, Қытайға не дейсіз, анаға не дейсіз, между делом қалай іздейсің, іздегенде қанша уақыт кетеді, соны детально бүйтіп ступенчато айтып берсең, адамдардың миында картинка орналасады. Оказывается, это вот так делается. Ой, осыған ақша керек. Детально, документті, мысалға мен бухгалтерияны айтып келемін, мына жерде пример қылып жаздым ба? Жазып қой, мен қосымша қылып тағы да айтып шықпаймын. Мысалы деймін да, торт на заказ мен алдымен торт жасау үшін ең мықты деген кондитерлерден оқыдым. 3 айдан тек қолымды үйрететін деп тек өзім деп пісірдім. Сосын барып продажаға шығардым. Бұл тортты пісіру үшін ең жақсы деген техниканы таңдап алғанмын. Ал енді ингредиентке келетін болсақ, мен оның өзін көп түрін көріп талдап, оның ішіндегі сынақтан өткен сынақтан өткен жасаймын. Даже жұмыртқамды ауылдан алдыртамын. Майсовский сыр барлығын на высшем уровне качественный заказ беремін. Дайындаған тапта кухням тап-таза болады. Кстати, бзык бар, что кухня таза емес жерлерге істейді. Мен талай қыздарды көрдім. Жерге, полға кухнясы тряпкасынан бычық болып жатырған, жасап жатқан торттарды көрдім. Менде бір кезінде тортты оққан. Содан жиіркеніп кеткен. Если сіз мынаны айтсаңыз, жиіркеншек адамдар сразу сізден заказ беретін болады. Ал енді дизайнды айтпай ақ қояйын, оны үйрену үшін нешеден ұйқысыз түндерім өтті. Осының бәрі менен алған жан. Өзім мерекесінде мақтанатындай, мына торттың дәмі керемет екен деп келген қонақтардың барлығын сен тортыңмен фотоға түсіп мәз болатындай ол үшін жасалған дүние деп осылай айтсаңыз болады. Көрдіңіз ба, қалай детально? Так, мына жерде тағы да бір дүние. Мысалы, чистка. Осы күшті. Чистка листа. Осы жерде косметика сататын аттарын айтуға болады. Или кім жасап жатыр, соны айтуға болады, білімін. Сізге 5 жылдың тәжірибесі бар косметолог осы процедураны 65 адамға жасап, ең тиімді тазартатын әдісін тапты. Сол чисткаға келген кезде администратор күтіп алады, чай береді, жағдайыңызды сұрап, ақ халатты беріп, кабинетке кигізіп кіргізеді. Содан кейін сізді врач өзі қарап, танысып, сізді жатқызып, бетіңіздегі тазартып, яғни демакияж жасайды. Ең инновациялық косметикамен тек қана косметологтарға арналған қолданылатын сертификатталған техникамен процедураны бастайды. Көрдіңіз ба? Бұл жерде айттым ғой, баста картинка орнайды, бейне орнайды, да? Что происходит, как происходит, как во время чистки, как это делается дегенде адамда понятие түсініп келеді. Сіз айтқаннан кейін қана. Как проходит процедура ультразвуковой чистки? Подготовка. Сначала кожу очищают от декоративной косметики и могут провести мягкое скрабирование для удаления всех остатков макияжа. Холодное распаривание. На кожу наносится средство с фруктовыми кислотами и накрывает пленки на 20 минут, что подготавливает кожу на процедуру, размягчает и раскрывает поры. Основная процедура на лицо наносится воду или гель, служащая проводником для ультразвуковых волн. Косметолог настраивает необходимую мощность и продолжает процедуру, после чего начинает чистку при помощи скрабирования, делая медленные движения под углом 30-40. Енді қараңыз, бұл жерде прям детально айтып тұр да, бетіңді бірінші демакияж жасайды. Мягкий скрабирование жасайды, бетіңдегі косметиканы остатоктарын снимать етіп. Сосын холодное распаривание жасайды, бетіңе бу жібереді холодный. Соның арқасында кислоты бар, фруктовый, соны накіріп бетіне жағады. Содан кейін пленкамен бетің жауып 20 минутқа қойып қояды. Кожыңды подготавливает, дайындайды процедураның алдында, ертіп, размягчать етіп, порыңды ашу үшін. Сосын основная процедура кетеді. Бетіңе геліңді жағады, не дейді? Проводник болып жағатын волныймен гелин жағады, сосын сол волныйды өткізеді. Косметолог настраивает соны мощностьті, жаңағы ультразвуковой аппараттың мощностьті настраивает, сосын угол 30-45 уголмен оны барады жасайды. Вот настолько осылай мелочный қылып жазады. Продолжительность процедуры ультразвуковой чистки занимается около 15-20 минут, но с подготовленным заключительном этапе может длиться около часа, немного больше.
Ең соңында дейді да бетіңізді тани зертетіп, кожаңызда противовоспалительный аппараттар жағып, успокаивать ететін средство жағып, питательный маска істеп, сывороткаларын жағып, ұрып, массаж істеп, сосын соның бәрін ультразвукпен жауып, ең соңында 20 осы процедураның бәрі от силы 15-20 минут өтеді. 15-20 минуттың ішінде осыншама действиялар істелінеді деген мағынаны айтып тұр да, всего лишь 20-15 минут, смотря от процедуры. То есть адамда біріншіден сен құндылықты ашып бердің. Сен чистка висаға 15 мың теңге төледің. Но за что ты платишь? Тебе на видео объяснили, что ты платишь, какой этаптан өтетін чистка. Мына жерде қайта кіттай ғана процесстің этапын өтті. А именно мына фруктовый кислоты қалай әсер етеді, қандай клеткаға барады, скрабирование нені тазартады, на каком основе, какой составпен, какой брендпен, әлі косметиканы айтқан жоқ. Бұл жерде еще осы процедурадан кейін. А теперь я вам расскажу, какие мы косметики используем, с каким составом. Давайте разберем. Вот это, который мы скрабирование. Мынаны істегені мына, мынаны істегені құрамы мынандай деп айтса, қыздар, клиент деген с удовольствием сен чистка витаған, мен кеше мен подружкам айтып отыр, 75 мың теңге косметологический процедура, там, укол, анау деген 75 мың, 150 мың теңге төлеп келдім дейді да. Құндылығын ашпаса да, солай төлеген во время консультация ашқан құндылығын. Но сен консультация кезінде ашпай-ақ, видеомен де ашсан, сол видеоға таргет жіберіп қойсаң болды ғой. Запись на месяца вперед. Бүгін косметологтар қиналады, клиент жиналмай. Видеолар түсіреді, там, макияж, анау, макияж, мынау. Осындай детально күндегі істейтін движениеңді айтып берші, клиентте спокойно келеді. Е? Значит, бухгалтеров то пример келтірдім, енді мені не остановить теперь. Я люблю вот когда детально все. Не говори, наши опытные бухгалтеры сейчас делают вам отчеты. А скажи, мы сделаем вам полный анализ прошлых годов, после этого, прошлых 2 года, после этого отправим отчет по анализу. И после этого мы с вами созвонимся и распишем план моих действий пошагово по ИП. А потом мы с вами сядем, оплатим соцпакеты, и после сядем нужные отчеты, в конце дам список рекомендаций дальнейших действий. Жерде былай, мен өзім ойымды орысша жаздым да мына жерде. На разброс қарамаңыздар. Әртүрлі просто действиені жаздыңыз. Мен бухгалтерін мысалға қалай сатамын дейді да. Қалай осы көп сатамын бухгалтерін. Мен сонда не айттым да. Сен де мен саған отчет жасап беремін, ол 5 мың теңге, 15 мың теңге тұрады деп айтпа. Сен айт, мен саған бірінші отчет жасадым алдында. Полный анализ жасаймын. Соңғы 2 жылдағы ИП-ның отчеттарын барлығын тексеремін. Налоговый, чтобы потом придираться етпейтіндей саған после этого полный отчет мен жасаймын. Ішінде жаңа сенің кабинетіңде не болып жатырғанын қарап, анализ жасап айтып беремін. Соның планын беремін. Содан кейін айтып бергеннен кейін екеуміз келесі шагымыз, план действиямыз ол сенің ИП-ңа қатысты, например, жаңағы Каспий пайыңа түскен ақшаларыңды налогқа есептейміз. Сосын соцпакетке кететін ақшаңды есептейміз. Мен прям точно суммасын айтып берем. Сен сол сумманы тауып келгенсің. Сосын екеуміз сол 4-ші этап отырып сол сумманы саламыз. Налогқа төлейсің, соцпакетіне төлейсің. Мен саған сол этапта да көмектесем. Төлеп болғаннан кейін мен сізге отчет тапсырам. Отчеттың кезінде осы төленген план бойынша ақшалардың барлығын көрсетем. Сосын отчет тапсырып болғаннан кейін ол қабылданған дұрыс емес екенін, уақыт өтеді, арнайы уақыт өткеннен кейін тағы да 5-ші этап мен сізге хабарласам. И сонымен біздің сотрудничествомыз бітеді. Ол 25 мың теңге тұрады. Осындай сопровождение деп сен пошагово видеода айтып берсең, мен ақша төлейін деп отырған ИП-ға бухгалтер деп жүрген қыз, мен түсінем да, мен саған даже без разговора ақшамды төлеймін, понимаете? А бізде қалай сатады, бізде былай сатады. Бухгалтерский отчет, актуалский тұрады, услуга столько-то стоит. Входит туда вот это. Не входит да жазбайды ғой. Хотя бы не входит да жазыңызшы, не кіреді, не кірмейді. Сосын видеомен түсіндіріп, голосовоймен айтты, текст бөлек.
ауызбен түсіндіріп, сен процесін жасап жатқанын көрсетіп, визуально істеп берсең болды, клиенттер оны жақсы түсінетін болады. Келесі, не говори, адамдар біздің донерді қатты ұнатады. Былай айтпа, біздің донерді күшті ұнатады. Не дейді? Біз өзімізге дайындағандай дайындаймыз дейді. Мына жерде дайындағандай дайындаймыз дейді, иә, өзімізге дайындағандай дайындаймыз. Келіңіздер, жеп көріңіздер дейді. Ал енді қалай айту керек? Күнделікті свежий еттен нағыз донерлер дайындаймыз. Лавашын өзіміз пісіреміз. Ол сосын қытырлақ болады. Ал енді соусымыз 1040 испытаниядан өткен рецептпен дайындаймыз. Біздің донерлер сізге ыстықтай және тоятындай болып барады. То есть мына свежий донер дегеннің орнына сен етті қайдан аласың? Етті қалай таңдайсың? Мен қайдан білемін, ол сен свежий деп айтып тұрсың. Свежий деп бәрі айтады. Ну ты мне покажи, насколько она свежая. Вот сенің жаңағы тартып жатқаныңды, свежий етті әкеліп салып, таза столдың үстіне кесіп жатқаныңды, бөлшектеп жатқаныңды, донердің ішіне салатын соустарыңның составтарын көрсетпесең де, соусты таза тыста былғап жатқаныңды, қаншалықты 2 қасық па 3 қасық па салып жатқаныңды көрсетші видеода. И чтобы таза жерде санитарный қыздарыңның істейтін киімдер үстері жабық, шаштарында маска, қолдарында жеңі ұзын специальный немен, перчаткамен істеп жатқанын, киімі соответствующий стандартный нормамен істеп жатқанын көрсетші видеода. Болды, клиенттер без разговора сенен ең арзан затты да, ең қымбат затты да с удовольствием сатып алатын болады. И без возмущения. Сізге вообще әңгіме айтпайтын болады. Все? Түсінікті деп ойлаймын. 40 минутта айтқан ғой бір осы сабақтың өзін. Потому что бұл өте мағыналы. Көбісі өзінің курстарын, услугаларын, даже киімдерін, товарларын сата алмайды, потому что құндылықты детально жеткізе алмайды. Проблема только сол жерде. Вот. Келесі видеода тағы бір күшті сізге түрін көрсететін боламын. Сау болыңыздар.